Қайырлы күн. Бүгін сіздермен осылай өрмелі булочка дайындайтын боламыз. Менімен бірге жасап, үй іштеріңізді қуантыңыздар. Өте үлкен болып көтеріледі. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ және де құрамы да қарапайым. Бұны жасау үшін ең алдымен ыдысымызға 150 мг жылы суымызды, дрожж 8 грамм және де 40 грамм мөлшерінде шекерді қосамыз. Егер тәттірек болған қаласаңыздар 80 грамм қосыңыздар. Жақсылап араластырып, жарты сағатқа жылы жерге бетін жауып қойыңыздар. Жарты сағаттан кейін алып, үстіне 2 жұмыртқа, 1 шай қасық тұз және де үй температурасындағы сары майымызды саламыз. Сары май 40 грамм мөлшерінде саласыздар. Осыны жақсылап араластырасыздар. Оның шамамен 450-500 грамм мөлшерінде кетеді. Менде 450 грамм мөлшерінде кетті. Соны 3 бөлікке бөліп салыңыздар. Бірінші 200 грамм салдым. Одан кейін 150 грамм, одан кейін 100 грамм салдым. Қамырымызды илеп аламыз. Осылай қамырымызды біріктіргеннен кейін 7 минут көлемінде иін қандырып илейсіздер. Сосын барып қойып қоясыздар 2 сағатқа. 2 сағаттан кейін осылай болып көтерілді. Осындай ыдысымызға массасын өлшеп алып 3 бөлікке бөлесіздер. Бірі етіп, 2 басын осылай қатты нығыздайсыздар. Сосын өрме етіп өре бересіздер. 2 сағатқа қойған кезде бірінші жарты сағатта, 1 сағатта және де 1,5 сағат болған кезде қайтарып илеңіздер. Қайтарып илеген сайын қамырыңыз күшті болып көтеріледі. Осылай тапамызды алдын ала дайындап алып салдық. Жарты сағатқа бетін жауып қойып қойдық. Осылай болып көтерілді. Жұмыртқаның сарысын бетіне әдемілеп жағып шығамыз. Жұмыртқаның сарысын жағып алғаннан кейін қалауыңыз бойынша кунжут, мак немесе тмин сепсеңіздер болады. Және де 180 градусқа жарты сағатқа пісіруге жібересіздер. Ас болсын, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер.